Түпсіз түн, ұшы-қиыры жоқ кең дала, айналадан тау да төмпешік те көрінбейді. Әр жерде бір қылтиған теректер ғана бұл далада тіршілік иесі бар екенін айғақтап мүлгіп тұр. Түн болса да ыстық, күндізгі аптап ыстық лебі әлі басылмаған. Үп еткен жел жоқ. Түнді тіліп бір сұлба ілбіп келеді. Аң ба, адам ба ажыратып болмайды. Сұлба терек түбіне әрең жетіп, гүрс етіп құлады. Бұл Темірбек еді. Үйіндегі кәрі шешесін тыңдамай, қырда мал бағатын туысқан ағасына жаяу жалпы тартып отырған. Мектеп бітірген соң оқуға түсе алмай ауылда қалған. Темірбек істерге іс таппай, бос сандалып жүрді де қойды. Әкесі бұл 8 айға толған уақытта жол апатынан қайтыс болған. Шешесі Биғайша ұлы мен қызы Темірбек пен Дариғаны жеткізем деп жүріп, екінші рет тұрмыс құрмай, өз өмірін балалары жолында құрбан қылған. Әркімнің есігінде жалданып жүріп, жұмыс істеді. Еркегі жоқ үйді кім көрінген басынғысы келсе де, Биғайша ұлы мен қызын ешкімнен кем қылмай өсірді. Дариға мектеп бітірген соң жат жұрттық болып күйеуге шығып кетті. Үйде тек Темірбек пен шешесі қалды. Биғайша қанша тырысса да ұлына әке тәрбиесін бере алмапты. Темірбек сөзге тоқтамайтын жүгенсіз болып өсті. Қоңыр ғана тіршілігі бар отбасында ұлы мен шешесі тұрса да, бұл үйден соңғы кездері айқай-шу көп шығатын болып жүр. Ел құлағы елу, көрші-қолаң қараша үйдегі айғайдан әбден мезі болды. Биғайша өз ұлынан өзі безіне бастады. Темірбек ішіп келген күндері Құдайға зарын айтып жылап алатын. Адам болмайсың, адам болмайтыныңды білгенімде мойныма бұршақ салып Құдайдан сұрап алмас едім. Шешеңді ұшпаққа ұшырмайсың, деп күңкілдейтін де жүретін. Одай мас Темірбек төсегіне жетіп, теріс қарап қорылға басатын. Ештеңе ойламайды. Ертеңім қандай, өткенім не, деп есеп бермек түгілі құр сенделіп, әйтеуір күнді батыратын. Зіңгіттей жігіттің екі қолына бір күрек табылмады. Кемпірдің зейнетақысына ғана ішкен жегенін алып, бір күнімен өмір сүретін. Темірбектің кедейшілікке еті өліп кетті. Түнде тағы да араққа сылқия тойып келген. Осындайда мақсат мәнсіз өмір болады екен-ау. Темірбекті Биғайша тыныш жатқызбады. Таң сібірлеп ата салысымен баласының жанында бүкшеңдеп жүріп алды. Әжім торлаған жүзінен аққан көз жасын сүртіп, күрсініп, әлденені күбірледі. Темірбек ештеңе естігісі келмейді. Апа, басым сынып барады, бара тұршы, деп шешесін ана бөлмеге қуды. Биғайшаның жүзін кәрілік жеңгені мен жүрегіндегі қуаты өшпеген еді. Балам, өмірің осылай өте ме? Бір аяғым көрде, бір аяғым төрде. Тым болмаса немере сүйгізбедің. Әкеңнен ерте жесір қалдым. Дариға екеуіңді жеткізем деп жүріп, өмірімнің зір етіп өтіп кеткенін байқамаппын. Бір жағынан екеуіңді жалтақтатпайын деп, әркімнің есігінде жалданып жұмыс істесем де, әйтеуір аш қалдырмадым. Әттең, тәрбие бере алмаппын, әттең, деп бармағын шайнаған Биғайша еңгезердей еркек болып қалған баласының шарасыз халіне тесіле қарап көп отырды. Темірбек біраз жатып сүйретіліп төсегінен тұрды. Апа, мен Жанайдар ағамның үйіне барып мал бақсам, деді сосын. Биғайша мырс етті. Мал бақсатыныңды көрдік. Ол жаққа да сүйкімсіз болып, екі бас малын қасқырға жегізіп қайтып едің. Қу арақ түбіңе жетеді сенің. Мас болып ұйықтап қалмағаныңда, ендігі сол үйде малшы болып нәпақаңды табар едің. Не бетіңмен бармақсың, деді сосын күйініп. Сөйлей бермеші апа, барам дедім, барам, деп Темірбек
шешесінің қарсылығына қарамай оразасын да ашпастан үйден көлеңшек шығып кетті. Жол ауысып кеткен бе, бұның есі ауысып қалған ба? Ес білгелі бес саусағында жаттап алған жолы бұны адастырып, мүлде таныс емес соқпаққа түсіріп жібергендей. Түске таман үйден шыққан Темірбек түн түссе де малшы үйді таба алмады. Сөйтіп сілесі құрып, терекке сүйеніп отырған беті еді. Тас қараңғы, түнде жапан далада жалғыз қалды Темірбек. Таңдайы таңдайына жабысып, қатты шөлдеді. Асқазаны қабырғасына жабысып қалғандай бір жұтым су сұрап, шыбын жанын безілдетіп әкетіп барады. Темірбек, бұл жерде жатсам қасқырға жем болармын деп ойлап, теректің басына өрмелеп шығып алды. Сілесі қатып, қатты шаршаған жігіт теректің басына жармасып жатып, қалғып кетті. Шыжыған ыстық шекесінен өтіп барады екен. Көзін ашса, таң атып қалыпты. Айналада қыбыр еткен тіршілік иесі жоқ. Ең даланың қай жағына көз салсаң да, аспан мен жердің қабысқан тұсынан басқа ештеңе көрінбейді. Көз ұшында алдамшы сағым бұлдырайды. Темірбек орнынан қиратыла тұрып, терек басында жарбиып ұзақ отырды. Қай жаққа барады? Ағасының үйі қайда? Ауылы қайда? Тірімін бе, өлімін бе деп ойлады Темірбек. Тірі болса, мына жерде не істеп отыр? Құдай айдап әкеліп, жапандағы жалғыз теректің басына қонжитты бұны. Әл дәрмені құраған Темірбек бір жұтым су іздеді. Мынау шөл далада су жоқ. Оны бала кезінен бері біледі. Су ішпесе, бұның ұзаққа бармасы анық. Не қуаты таусылған уақытта бір жерде арам қатады, не аш бөрінің азығына айналады. Темірбек еңкілдеп жылап, көзінен тамған ащы жасын құшырлана жұтты. Секіріп ағаштан түсті. Тәлтіректеп аяғын әрең басады. Жан жағы жым-жырт, өлі тыныштық. Ми қайнатар ыстық аяғының астындағы құмды қыздырып жіберген. Аспан мен жерден өскен ыстық леп аузын одан әрмен құрғатып жіберді. Жігіт қатты шөлдеді, тамсанып, жұтынып қояды. Біткен жерім осы ма? Өмір осымен тәмам ба деп, не де болса, алға жылжымақ болып, басы оған жаққа қарай сүйретіліп жүре берді. Темірбек жүріп келеді. Жылайын десе, көз жасы да құрғап кеткендей, жанарынан бір тамшы жас тамбайды. Қалың ой құрсауынан шыға алмай келеді. Не тындырдым? Осы кезге дейін не бітірдім деп, өз-өзіне сұрақ қойған жігіт өмірінің көк тиындық құны жоқ екенін түсінді. Қайран шешем Биғайша, аңырап шешем жылар, басқа кім? Өкініштен өзегі өртенді. Құдай бұған екінші мүмкіндік берсе, енді қайтып, алтыннан қымбат минуттарын қор қылмас еді-ау. Сандалып жүріпті. Не еккен талы, не баққан малы жоқ, не бала сүймеді. Жар қызығын көрмеді. Көкірегі қызып орындалған мың арманы кеудесіне келіп тірелді. Бала кезінен жоқшылық көріп өсті. Намыс жігері жаншылып, бала кезінде-ақ жерленіпті. Үміті өшіпті. Өшкен үміт қайтып тұтанбапты. Еңсесі езілген күйі, басын көтермеген қалыпта, о дүниенің есігін қағып тұр Темірбек. Осы ой келгені сол еді, Темірбек шоқ басқандай ыршып түсті. Жоқ, өлуге дайын емеспін, өлмеуім керек, қайтсем тірі қалып, қайтсем де тірі қалып, өмір сүруім керек деп, жанталасқан жігіт түбі жоқ ең даланың ортасында тұрып айғайлап жіберді. Кенет көз ұшынан қыбырлаған бірдеңе жортып келе жатқандай болды. Елес пе, әлде қасқыр ма? Бұның айғайын естті ме, иісін сезді ме, қандай пайда болғаны белгісіз. Бір топ қасқыр Темірбекке қарай жұлдызша ағып, зымырап келе жатқандай болды. Белінде бәкесінен басқа қаруы жоқ жігіт алаң-жұлаң етіп, шыбын жанын қорғамақ боп,
бәкісін ашып қармана берді. Аш бүрілер бұның бұт қолын қол қылып әп-сәтте асыққа айналдыруға асығып келеді. Етін жыртып сүйегін сындырып қанын суша шашатынын түсінген Темірбек қалтырап, дірілдеп, өз-өзіне игере алмай жерге етпетінен жата қалды. Бой тасалайтын бір түп бұтасы жоқ қарғыс атқыр мынау далада бүрінің азығына айналып өлерін білді ме? Арқама аш қасқырдың өткір тісі қырш етіп қадалар-ау, қайран басым, Аллай, деп соңғы демін күткен Темірбек бүк түскен күйі қалтырап ұзақ жатты. Шеше, мені кешірші, саған адал ұл бола алмадым. Шайтан судан ұрттап алып, масайрап жүргенімді сән көріппін. Дариға, мені кешірші, саған жанашыр бауыр болып, қиналған сәттеріңде сырласыңа айнала алмадым. Әке, мені кешірші. Артыңда қалған қос мұңлықтың арқа сүйетін азаты атана алмадым деп жылады ажалмен бетпе-бет келген Темірбек. Өрекпіген жүрегін баса алмаған жігіт басын көтеріп, тым құрса қасқырдың көзін көріп өлейін деп бекінді. Ұрланып көзін ашып еді, жоқ, бағанағы қасқырлар зым-зия. О Алла, бар екенсің, аш қасқырдан мені құтқардың деген Темірбек үсті басын қағып орнынан ұшып тұрды. Қорыққан мен қуанған бірдей, әл дәрмені қалмағандай көрінген. Сөйтсе, өмірге жаңа келгенде қуаты бойында тасып тұр. Барлап қарап еді, бағанағы қасқырлар келе жатқан жақтан тағы бір нәрсе қыбыр ете түсті. Темірбектің жүрегі сырқ етті. Алқымына тығылған жүрегін қолына ұстаған жігіт көзін уқалап, тағы анықтап қарап еді, бағанағы қасқыр деп зәресі ұшқан нәрсе бір түп бұта болып шықты. Алдамшы сағыммен біресе жақындап, біресе алыстап ойнақшиды. Темірбек сақылдап күліп жіберді. Мынау шөл далада бір жерге шоғырланып, ұмар-жұмар өскен бұтаның беріктігіне қайран қалды. Жақындап барып қолмен ұстап көрмек. Темірбек жылдам басып әлгіге жақындады. Мұжырайған бір түп бұтаның осыншалық қадірлі болатынын кім білген? Аяғының астынан бір нәрсе зу етіп өте шықты. Кесіртке екен. Көз ілеспес жылдамдықпен шұбар кесіртке зу етіп ініне кіріп кетті. Темірбек талдың түбіне отырды. Кесіртке, сен бақыттысың. Ініңдегі балаларыңа тамақ тасисың. Менше, мен сорлы айдалада адасып, өмір мен өлімнің қақ ортасында тұрмын. Үйімді тапсам, таптым, таппасам, аштан өлем. Кесіртке, сен білесің ме? Менің өлгім келмейді. Өмір тәтті екен. Тәттілігі соншалықты, дәл қазірде Құдайдан тағы бір күн сұрап отырмын. Тағы бір күн өмірімді созса екен. Егер осы сынақтан аман шықсам, бұл бір таңғажайып болмақ. Ең алдымен адам болар едім. Арманым көп, әттең, деп ойлады Темірбек, талдың түбін қолымен қазып жатып. Талдың тамырын сорып талғажау етпек. Қолы күс-күс болып, тырнағы қанап кетті. Ақыры талдың түбін жалаң қолмен қазып алдау. Жалма-жан аузына салып, құмға аунап, шалқасынан жатты. Шеті мен шегі жоқ көк аспан. Шөкім бұлт көрінбейді. Тап-таза. Темірбек аспанға қарап жатып, бір сәтте есінен танды. Аштық пен шөл қысып, бойында күші қалмаған жігіт аптап ыстыққа шыдай алмады. Тірі ме, өлі ме белгісіз. Әкесі келіп тұр. Балам, ұлым Темірбек, жүр, кетейік бұл жерден деп, өзіне қарай қолын бұлғап шақырады. Темірбек тілі байланып қалғандай сөйлейін десе, булығып, аузынан бір тал сөз шығара алмай жанталасты. Әке, бұл сен бе? Деп сұрағысы келіп ынтығып барады. Балам, мен сенің әкеңмін, жүр кеттік деп қолын созды әкесі. Әкесі анау жерде тұрса да, қолы ұзарып кеткендей,
дәл жанынан алақанын көрді. «Әке, мені қайда апарасың?» деді ішінен Темірбек. Әкесі жымиып қарап тұрды да бұрылып кетуге оқталды. «Әке, кетпеші әке» деп Темірбек әкесінің артынан жүгірейін десе, о тоба, аяғы жоқ, қос аяғы жоқ. Темірбек бұдан әрі не болғанын білмейді. Бұдан әрі аурухананың төсегінде оянды. Есін жиған бойда егіліп отырған анасы Биғайшаны көрді. «Апа, апатайым» деп әлсіз ғана күбірлеген Темірбек ақ дәкеге оралған қос аяғын көрді. Ұстап көруге талпынды. Биғайша жаны қалмай жалғыз ұлының қолынан сүйей берді. «Шүкір, шүкір Алла, балам тірі, балам оянды» деп жанына келген дәрігерлерге жәутеңдеп көл-көсір жылады. Темірбек тірі қалды. Бірақ басынан өткен ыстық жұлынына түсіп, қос аяғын жансыздандырып тастаған еді. Қос аяғынан жан кеткен Темірбек арбаға таңылып, бір сәтте мүгедек атанды. Жағдайының қандай екенін біліп жатса да, жігіт еңсесін түсірмей көңілді отырды. Өтіп кеткен жұрт депсе темір үзетін шағында қос аяқтан қағылған жігітке мүсіркей қарайды. «Апа, мен Құдайдың сүйген құлы екенмін. Ажал аузынан қалай аман қалғаныма таң қалам. Алладан екінші мүмкіндік сұраған едім. Тәңірім естіген екен. Маған екінші рет өмір сыйлады. Аяғымнан айырса да, кеудемдегі шыбын жанымда алған жоқ» деді Темірбек жүзі бал-бұл жанып. Биғайша аңтарылып отырып қалды. Қарсы алдында өзі тәрбиелеп өсірген Темірбегі емес, басқа біреу отырған секілді. Сөзі де, өзі де өзгеріп, мүлдем басқа адамға айналыпты. Анасымен шүйіркелесіп отырған Темірбекті көрген дәрігер қатты таңырқады. Әдетте мүгедек болып қалғанын білген адамдар өмірден баз кешіп, одан да өле қалғаным дұрыс еді деп, науқастардың зар-мұңы сіңген мынау аурухана қабырғасын ащы айғаймен тіліп жіберер еді. Ал мынау жігіт, бұл кім өзі? Дәрігер Ләззаттың жұмысқа кіргеніне көп болған жоқ. Жас маман болса да, қолында күректей дипломы болғандықтан дәрігер атанып, науқастарды емдеуге құқық алған. Темірбектің көзіне көзі түсіп кетіп еді, дәрігерге тән мысынан айырылып, жүзін төмен салып, бір түрлі ұялып қалды. Жүрегі дір етті. Аузына сөз түспей сасқалақтап, жанындағы медбикесінен науқастың тарихы жазылған парақшаны сұрады. Дәрігерді көрген Биғайша елпектеп, ұлы жайлы сұрағысы келіп бара жатса да, Темірбекке ауыр болмасын деп өзін тежеді. Ләззат қағазға үңіліп тұрды да, «Сіз бірнеше айдан соң жүріп кетесіз. Қос аяғыңызға қайтадан жан бітеді» деді. Темірбек алып ұшып қуанар деген. Ол ештеңе естімегендей үнсіз қалпында отыра берді. Ләззат одан әрмен таңғала түсті. О құдірет, бұл кім? Осындай сабырлы адамды кім көрген? Ләззат қызмет бабымен сылтауратып, Темірбектің палатасына жиі кіретінді шығарды. Өзі де неге екенін түсінбейді. Әйтеуір Темірбекке келгісі келіп тұрады. Бірте-бірте қос жастың арасында сезім ұшқыны пайда болды. Темірбек пен Ләззат туралы алып қашпа әңгіме бүкіл елге тарады. Әке-шешесі, ағайын туысының тегеурінді қарсылығына ұшыраған Ләззат Темірбектен басқа жігітке тұрмысқа шықпайтынын кесіп айтты. Арбаға таңылған мүгедекті бағу үшін оқыдың ба, қызым-ау? Одан қайтып бала сүйесің, қалайша қызым? Сен сондай санасыз перзент пе едің? Деп Ләззаттың анасы көп жылады. Анашым, Темірбек мүгедек емес. Ол екі аяғынан қайтып тұрып жүретін болады. Мен оған керекпін. Темірбекті жан жүрегімен сүйіп қалдым деп. Ондайда Ләззат сүйгеніне шаң жуытпай шыр-пыры болатын. Тағдырдың маңдайға жазуымен
Темірбек пен Ләззат үйленді. Ләззат күрескер әрі қайсар әйел болып шықты. Күйеуін қайтадан аяқтан тұрғызу үшін тынбай еңбек етті. Дәрігерден дәрігер, емшіден емші қалдырмады. Әйтеуір бір күні аяғынан тұратынына қатты сенді. Ләззат Темірбектің басын төрге сүйреді. Биғайшамен тез тіл табысып, енесіне қызындай қамқор бола білді. Биғайша ұлы мүгедек болып қалса да, Ләззат секілді алтынға бергісіз адамды жолықтырғаны үшін қатты қуанды. Мен өлсем, ұлым далада қалмайтын болды деп, келіннің асты-үстіне түсті. Темірбек үшін Ләззат тағдырдың таңғажайып сыйындай еді. Құдай бізді тоғыстыру үшін мені шөл далада адастырды. Еш өкінбеймін. Мен бір күні жүріп кетемін, жүруге міндеттімін деп, жүрегіне сенім ошағын ұялатты. Бас екеу болмай, мал екеу болмас. Темірбек пен Ләззат үйленгелі Қарашай үйге береке бітіп, мал басы құрала бастады. Ел жұрт айрандай ұйыған бұл отбасыға қызыға әр қызғана қарайтын күйге жетті. Дегенмен бағың бар екен, Ләззат секілді келінің бар деп, Биғайшаны мақтамен бауыздағысы келетіндер де табылды. Ондайда Биғайша, ұлым да осал емес, мүгедек болса не бопты, Азамат деген аты бар деп, кім-кімнің де аузына қақпақ қойып тастайтын. Ләззат қанша қиналса да, жақсылықтан үмітін үзбеді. Жұмыс бабымен сыртта жүргенде талай еркек күйеуінің мүгедек екенін пайдаланып, бұған көз сүзіп, намысына тиетін. Мысықпиғыл пенделер өмірің мүгедекті бағумен өтетін болды деп, бұны аяғансып, жан жарасын аяусыз тырнап алатын. Ләззат жүрегіне кірмек болып сығалаған күмән мен күдікті жанына жолатпай, Темірбек екеуміз бақытты боламыз, балаларымыз көп болады деп армандаумен болды. Темірбектің жанына жігер беріп, алға ұмтылдырып отырды. Қадам аттам жердегі үстелде тұрған бір стакан суды алмақ болып қолын созған Темірбек денесін игере алмай, жерге гүрс етіп құлады. Қатты дыбыстан шошып кеткен Ләззат жүгіріп келіп, бөлме есігін ашып еді, Темірбек жерде тұралап жатыр екен. Ләззат күйеуін қолтығынан демемек болып ұмтылды. Темірбек қолымен тіреп орнынан тұрып, төсек жиегіне арқасын сүйеді. Ләззат, отыршы жаныма, деді сосын. Ләззат Темірбектің қасына келіп отырды. Әйелінің сүйріктей саусағын сипалаған Темірбек, Ләззат, мен өмір бойы мүгедек болып өтемін. Сенің арқаңа ауыр жүк бола алмаймын. Мені кешірші. Кетем десең жолың ашық. Сен ең мықты ер адамға лайық әйелсің, деді. Бұны естіген Ләззат күйеуін әрі қарай сөйлетпей, «Чш!» деп саусағымен Темірбектің ернін басты. Ондайды маған енді ешқашан айтушы болма. Мен сендікпін. Осымен әңгіме бітсін деп, Ләззат күйеуінің иығына басын сүйеп, іштей күрсініп алды. Арада бірнеше ай өтті. Күндегіше аулада серуендеп жүрген. Бір кезде Темірбек баж етті. Не болды? Деп Ләззат жан ұшыра жүгіріп келді. Аяғым, деді Темірбек. Аяғыңа не болды? Деген Ләззаттың көзі шарасына шығып кете жаздады. Темірбек темір колясканың басқышынан аяғын шығарып, жерге қойып жатыр екен. Сөйтті де екі қолмен колясканы тіреп, орнынан тұрды. Қос аяққа жан біткен Темірбек қуаныштан айқайлап жіберді. Ұлының айқайына жүгіріп келген Биғайша келінін құшақтап, боз-боз боп жылады. Сөз керек емес еді. Бір-бірін үнсіз ұғынысқан үшеуі сенер не сенбестерін білмей, Құдайдың сыйына мың шүкір айтып, күллі әлемнен сүйінші сұрады. Өмірге жаңа келген сәбидей пәк көңілмен мынау жалғанға өзгеше көзқараспен қарады Темірбек. Көп өтпей азын аулақ шаруашылық ашып алды. Кейде бұл өмірдің тәттілігі мен
қысқалығын сезіну үшін тағдыр бізді тығырыққа тірейді. Бұлт артынан күн шығады. Қас қағым сәттің дәмін көре білген адам ғана бақыттың шынын бағындырмақ. Шөл далада адасып кетпегенде бұл өмірдің қадірін білмей көптің бірі болып жүрер ме еді? Алла пендесін қалай сынаймын десе де өзі біледі. Тек сынаққа сынып кетпеген жандар ғана бұл бақыттың гүлзар бағына қадам басады.